Кез келген дастарханға көркін беретін тоқаштар пісіріп үйренейік. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Бауырсақ ТВ. Сіздермен бұл видеода үлпілдек, жұмсақ тоқаш пісірудің құпиясымен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық қажетті заттардың грамдары мен описание бөліміне қалтырып кетемін. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмсақ етіп қамырын илеп аламыз. Ол үшін сүт, су, ертілген сары май, жұмыртқаларымызды араластырып аламыз. Массамыз жып-жылы болуы қажет. Үстіне дәміне қарай қант, кішкене ғана тұз және ашытқымызды салып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды бөліп салып аламыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін алдымен қасықпен араластырып аламын. Әбден қоюланғанда қолмен илейтін боламын. Міне менің қамырым қоюланды, енді қолмен илеуге көшемін. Нағашы әжеміздің айтуынша, осылай нан илегенде әрдайым шетіндегі ұндарын барлығын қалтырмай жинап теріп аламын. Бұнда да өзіндік бір астары, берекесі бар шығар деген ойдамын. Сондықтан видеодан кесіп алып тастамадым. Қамырымыз қолға жабыспайтын болғанша, кішкене үстінен ұн еселеп илеп отырамыз. Әбден ие қанған қамыр қолға жабыспайтын болады. 1 сағаттай жылы жерге үстін бүркеп жауып қоямыз. Тоқашымыздың үлпілдек болуының құпиясы оның осылай бір көтерілген уақытта екінші рет басылуында. Егер одан да үлпілдек болғанын қаласаңыз, осылай екінші басқанда үстінен қопсытқыш қосып жіберсеңіз болады. Міне нанымыз көтерілді. Енді өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі пішінде тоқаштарыңызды жасасаңыз болады. Мен сіздерге бірнеше түрін ұсындым, соңына дейін қарап көріңіз. Лайк басып, комментарий қалтырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Өз ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Дайын болған қамырды мен 2-ге бөліп алдым. Бір бөлігінен осылай орама түрінде жасауға шештім, ал екіншісінен жеке-жеке тоқаштар әзірлейтін боламын. Жайып алған нанымыздың үстіне корица және қантты бір келкетіп сеуіп шықтым. Енді бір шетінен бастап түгелдей орап аламыз. Тоқашты бұлай жасасаңыз, уақытыңызды да үнемдейсіз, түрі де тартымды, әдемі әрі дәмді болып шығады. Ең шетіне жеткенде бекітіп аламыз. Енді бір келкі бөліктерге бөліп аламыз. Енін 3-4 сантиметрде етіп алсаңыз, өзіңізге жасауға жеңіл әрі ыңғайлы болады. Жіппен де кесіп бөліп алуыңызға болады. Тоқашымыз піскен уақытта бір жағынан қанты салмалары ағып кетпес үшін осылай бір жағын бекітіп қоямыз. Противенге пергамент қағазын жайып, немесе осылай сұйық май құйып, астына толық барлық жеріне жағып шығып, тоқаштарымызды бір-біріне жабыстырмай, арасын алшақ етіп орналастырамыз. Енді дайын тоқаштарымызға бір жұмыртқаға кішкене қант қосып, араластырып, бетіне жағып шығамын. Тоқаштың көлемі үлкейгенше бетін жылы жауып қоямын. Қамырымыздың қалған бөлігінен әртүрлі пішіндегі тоқаштар әзірледім. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап көрсеңіз болады. Салмасына қант, корица, джем, повидло, ірімшік және де басқа заттарды пайдалануға болады. Салмамен, салмасыз жасасаңыз да бұл тоқаштың қамыры барлық түріне келе береді. Жасалған тоқаштарыңызды
Тағы да жарты сағаттай бетін жылы жауып, көтерілгенше қойып қойыңыз. Көлемі үлкейіп көтерілген тоқаштарымызды 180 градус 20-25 минутқа пешке жіберіп пісіріп аламыз. Қадағалап бақылап тұрыңыз, қызарған уақытта аламыз. Байқағандарыңыздай үлпілдек өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.